Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Өзіміз дүниеден өткеннен кейін де артымыздан сауаптың келіп тұруын қалайтын болсақ, онда бір өте оңай жолы бар. Ол мешіттерде Алла разылығы үшін деп Құран кітап қою. Я болмаса, сол Құран кітап үшін арнайы үстелдерді қою. Я болмаса, денсаулығы жарамайтын үлкен кісілерге жеңілдік болу үшін арнайы орындықтарды мешіттерде қою. Осы нәрселерді қойып кететін болсақ, ешкімге атыңызды да жариялаған жоқсыз, ешкімге даңқыңызды да паш еткен жоқсыз. Жай ғана Алла разылығы үшін мешітке қойдыңыз, кеттіңіз, дүниеде де, ақыретте де осы үшін жақсылыққа жолығасыз. Және бұның сауаптары сізге қабірде жатсаңыз да келіп тұратын нәрселер. Алла Тағала жақсылыққа мүмкіншілік берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.